осындай қазанатты бітірген, алхамдулилла, Аллаға сансыз шүкір. Қар жаудырып қыс қылады, жұмыртқадан құс қылады, шебер дегенше Алланы шебер десеңші дейді ол. Майлы қожа атамыз айтады, Аллаху акбар. Пайғамбарымыз адамзаттың асылы, пайғамбарлардың падишасы, 124 мың пайғамбардың сардары, сондай нәби, сондай Мұхаммад, сондай ұлы, сондай дана, сондай хаким, сондай берекелі кісінің үмбеті болған бізде арман жоқ. Ертең сондай қиямет мақшар келе жатыр алдымызда. Алланы айту бізге міндетті. Өйткені әрбір отырыста Алланы айтпаса ол харам дейді. Жігіттер, дұрыс түсініңіздер. Осындай жерде Алланы айтпағанда қай жерде айтамыз? Осындай жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтпағанда қай жерде айтамыз? Пайғамбарымыз ертең қияметте, мақшарда бүкіл пайғамбарлар, 124 мың пайғамбардың ішінде бүкіл пайғамбарлар өкінетін уақыт келеді. Не үшін өкінеді? Біз неге Мұхаммадтың үмбеті болмадық? Я Рабби деп келеді. Аллаху акбар. Мұхаммедтің үмбеті болу, ол бізбен сіздерге ғана нәсіп еткен нәрсе. Сол үшін жігіттер, Алла ұлы зат айтады, тұсыңнан адамдар талауға жүр дейді. Арамда, алаяқта, араңда жүр дейді. Алланың өзі қолды қорғамаса, адамды аямайды, адам қазір дейді. Адам бір-бірімізді аямай кеттік. Жігіттер, мейірімділік танытайық бір-бірімізге. Жаңа көріп отырмыз. Алла Тағала Құран-ы Каримде астағузу билла не деп айтады? Алла бүйтіп айтады. Мейірімділік танытпағанға мейірімділік танытылмайды дейді. Бұл Алланың сөзі, бұл менің сөзім емес. Жігіттер, бата ол. Қазақта Аллаға сансыз шүкір, мені сыйлап ортаға шақырып отқан Рүстем аға, сіздерге Алла разы болсын. Батаны былай беру керек, алхамдулилла. Әлемдердің Раббысы, патшалардың патшасы, рахымды, мейірімді хаким ұлы Аллаға сансыз мадақ мақтаулар болсын. Сансыз шүкірлер болсын. Алхамдулилла. Адамзаттың асылы пайғамбарлардың падишасы Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға сан салауаттар болсын. Хасан әл-Басриден келетін табиғин айтады, кімде-кім Ибрахим алейхиссаламның оттың ішіне кіріп бара жатқандағы дуасын жасайтын болса, оның артынан тілейтін болса, ол сөзсіз қабыл дейді. Сол үшін хасбияллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хува раббул аршил азим. Я Раббана Карим, я рахымды Аллахым, біздердің біліп те білмей істеген, жасырында жария істеген, теңізден терең, таудан биік, тастан қатты күнәларымызды кешір. Я Рабби, біздерге және біздің отбасымызға, дендерімізге саулық бер, ауру дерттерімізге шипа бер, жүректерімізге иман бер, хидаят бер, дін бер өмірімізге, отбасымызға берекет бер Аллахым. Я Раббана Карим, өзіңнің ұрпақтарыңды, ізгі, салихалы, саналы ұрпақтардан ет, хафизалардан, солихалардан ет. Я Раббана Карим, саған ғана сыйынамыз, сенен ғана жәрдем сұраймыз Аллахым. Өзіңнен басқа ешкімге мұқтаж етпе Раббым. Сен бізге жеткіліктісің, я Раббана Карим. Баршамызды тозақтың отынан сақта, қабірдің азабынан сақта, шайтанның уасуасынан сақта. Аллахым, баршамызды кедейліктен сақта, қараңдықтан сақта, аштықтан сақта. Аллахым, ақырғы демізді ашхаду ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммадан расулуллах деп жан тапсыруымызды Алла нәсіп ет. Я Раббана Карим, бүкіл мадақ мақтау саған ғана лайық. Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға сан салауаттар болсын. Ла илаха илля анта субханак инни